Жылдам хабарлама, несие алушылар тезірек көрсін. Сәлеметсіздер қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Парламент депутаттары несие берудегі тәуекелдерді азайту және қарыз алушылардың құқықтарын қорғау мәселелерін реттейтін заң жобасын әзірледі. Заң жобасы мыналарды көздейді: кредит төлеу мерзімі өтіп кеткенде азаматтарға жаңа тұтынушылық несие беруге тыйым салу, 90 күн өткеннен кейін барлық кредит бойынша сыйақы есептеуге тыйым салу, банктердің коллекторлық агенттіктерге азаматтардың несиесін сатуды шектеу, коллекторлық агенттіктердің сатып алған берешекті реттеуді жүргізу міндетін енгізу, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ашықтығына сәйкес тұтынушылар қарыздың мерзімі, сомасы және өзге де шарттар бойынша шектеулі белгілеу, балалары бар отбасыларды жылыту маусымында жалғыз баспанасынан шығаруға тыйым салу, өндіріп алу нәтижесінде банктің меншігіне өткен тұрғын үйді бұрынғы иесіне жалға беруге мүмкіндік беру, төлем талабын қойған кезде банк шотында кемінде 2 ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінде ақшаны сақтау. Сонымен қатар заң жобасы бірнеше заңға өзгерістер енгізуді көздейді. Видеомыз кеңінен таралу үшін, әрбір несие алатындар тезірек көру үшін видеомызға лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен кейін ұмытпайық.